outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Шұғыла. Және бүгінгі видеода мен сіздерге керемет 50 идея айтатын боламын. Осы видеодан кейін как минимум 10 идея өзіңізбен бірге алып шығатын боласыз. Және де вот именно или осының ішінде кейбір заттар сіз мүмкін білесіз беруге болатын, бірақ ойыңызға түспегендері де болуы мүмкін. Жаңа жыл болса жақындап қалды, сондықтан сіздерге осы видеоның соңына дейін қарауға кеңес беремін. Осы сияқты басқа да менің видеоларымды каналыма кіріп тамашалап кетуді ұмытпаңыздар. Ең бастысы менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және қоңырау шоуын басып кетсеңіз, менің видеоларым туралы бірінші біліп отыратын боласыздар. Видеода осы қазіргі заманда, қазіргі уақытта адамдарға не керек болуы мүмкін. Мен сияқты жасөспірімдер қандай затты қалайды, соның барлығына ойландым. Мен өзім осы видеоның соңына дейін қараушы едім. Сондықтан бастайық. Және де мен арасында осы жерге қарап қоятын боламын, себебі бұл жерде дәптерім бар. Біріншісі бұл кольцевая лампа. Бастауыш блогер, тиктокер, почти барлық жасөспірімге дәл қазір керек зат деп ойлаймын. Екіншісі кітап. Бұл соншалықты банальный нәрсе, бірақ бұл шынымен де адамды өзгерте алатын, адамға шынымен пайдасын тигізе алатын, яғни кітап оқитын адамдарға өзім көзім жеткен нәрсе. Сондықтан жақсы кітапты таңдап сыйлыққа берсеңіз болады. Әрбір қызға керек маскалар және патчылар. Қыста аяқтарыңызды жылытатын носочки және де киім немесе тағы да басқа сондай заттарды алатын болсаңыздар, онда желательно новогодний принттан алмай қойсаңыздар. Енді всегда новогодний принтпен жүре бермейді ғой. Блокноттар, мысалы Rectus Journal немесе әртүрлі планерлер. Компьютер, яғни экранға қарағанда киетін очки. Өсімдік гүлдер, қазіргі трендте суккуленты шатаспасам, немесе компьютердің жанына қойып қоятын кактус. Ән айтуды жақсы көретіндерге караоке микрофон. Театрға, кинотеатрға билет. Наушники, әсіресе беспроводные. Әрине тәттілерден ешкім бас тартпас, сондықтан тәттілерден күшті бокстар жасауға болады. Менің ең қатты қалайтын нәрселерімнің бірі светодиодная лента. Мен осыны шынымен ойландым, осы список жасап жатқан кезде сатып алуға болады екен деп. Наверное, көрген боласыздар тиктоктан, американский подростктардан. Прожектор, яғни Starlight деп те атауға болады. Бөлмеңізге күшті атмосфера сыйлайды. Мейкап, макияж жақсы көретіндерге подсветкасы бар айна. 21 ғасырдағы ең жақсы инвестиция ол адамның өзіне салғаны. Сондықтан сапалы вебинар, курс, марафондарға орын алып, соны сыйлыққа берсеңіз болады. Душқа түсуге арналған набор. Шампунь, душқа арналған гель, сабын, скраб, лосьон, кондиционер, бальзам. Қалағаныңыз. Күшті тапочки. Әшекей бұйымдар, алқа, браслет, фейнички немесе чейнс деп аталатын модада қазір. Портативті зарядка, әдемі маскалар, қазір түр-түрлісін табыласыздар. Антисептиктер ең актуальный подароктердің бірі деп ойлаймын. Қасына чехолдармен немесе набормен берсеңіз тіпті күшті. Өте күшті, ыңғайлы нәрсе. Шынымен де мен осы оқу жылында соны қолдан иногда сабақ оқимын. Бұны кейбір жерлерде ноутбукқа арналған үстел деп те атайды. Енді киімдер, әдемі толстовка, футболка немесе сол адамның сүйікті блогерінің мерчін подарить етсеңіз болады. Ал егер таңдай алмасаңыз, онда әртүрлі суммаға бонустық карталар сыйласаңыз болады. Адвент календарь, бұл календарь бір айға, бір ай бойына адам білетін шығарсыздар, күн сайын бір-бірден ашып, сол жердегі тапсырманы орындап, немесе сол жердегі конфеталарды алып отыратын болады. Трендтегі повязкаларды берсеңіздер болады, мысалға OMG сияқты. Фитнес-браслеттер немесе смарт сағаттар. Қыстыгүні керемет нәрсе, сенсор бар қолғап. Әртүрлі органайзерлер. Сумка немесе рюкзак берсеңіз болады. Плед, одеяло, жастық, косметикадан набор жинап берсеңіз болады. Әртүрлі палеткалар, хайлайтерлер, блеск ерінге арналған, тени, туш, кушон, әртүрлі. Неоновая вывеска. Сіздің бөлмеңізді күшті өзгертетін заттардың бірі. Кружка, термокружка берсеңіз болады. Канцелярия, әртүрлі әдемі, необычный ручкалар, дәптерлер. Сүйікті әндердің фотосы. Бұл идея маған қатты ұнады, мүмкін жасайтын да шығармын. Келесі шашты түзеткіш, плойка, соның жанына термозащитаны бірге қосып берсеңіз күшті. Антистресстер, духи, парфюм, массаж немесе спаға сеанс. Беттің күтіміне арналған набор. Крем, умывалка, свечи, майшамдар. Қызықты будильниктер.
пастельный комплект берсеңіз болады. Шашқа аксессуарлар, резинка, кусачкалар, вау дейтіндей сувенирлер, чехолдар, светильниктер және соңғы идея ұйқыға арналған маска. Және де достар, осымен менің видеом аяқталды. Осы идеялардың ішінен сізге ұнағаны немесе вот мынаны жасауға болады екен, мынаны қалай ойланбағам деген сияқты сыйлықтардың түрі болатын болса, онда міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздер. Мен барлық комментарийлерді оқимын. Және мен жаңа жылға орай бірнеше видео түсірейін деп тұрмын. Сондықтан, егер де сіз менің каналымнан қандай да бір видео күтетін болсаңыз, комментарийге жазып кетіңіздер. Осы видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және каналымда бұдан да басқа көптеген қызықты видеолар бар. Каналыма кішігірім саяхат жасаңыздар. Мен ютубтан бөлек инстаграмда да белсенділік танытамын. Сондықтан менің инстаграм жазылып кетіңіздер, және де сіздерге по секрету айтам, мен өзім инстаграмдағы тіркелушілермен ютубтан келген болсын, қолым тигенше, уақытым бос болған кезде бірге әңгімелесеміз. Ал енді менің видеом аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Шұғла. Келесі кездескенше сау болыңыздар.